17 ғасырдың 30 жылдарынан бастап, Орталық Азияның халықаралық жағдайы күрт өзгерді. Шығыс шекара жақтан күшті қарсылас пайда болды. Олар Ойрат одағы, яғни Жоңғария мемлекеті еді. Қазақтың аңыз эпостарында бұл одақ Қалмақ деген атпен белгілі. Қалмақтарды батысқа халқа моңғол және шүршіттер, манчжур ығыстырса, олар өз кезегінде қазақтарға қысым жасады. 17 ғасырда басталған қазақ-қалмақ арасындағы қақтығыс ұзақ жылдық соғысқа ұласты. Қалмақтар Жетісу мен Шығыс Түркістанды басып алып, өз күшін Сырдария қаласына қарай бағыттады. Қазақ жеріндегі осындай ауыр кезеңде Есімнің ұлы Жәңгір хан билік құрған еді. Жәңгір ханның бар өмірі жоңғарларға қарсы күреспен өтті. Жәңгір хан ерекше ерлігі мен әскери жеңістері үшін қазақ арасында Салқам Жәңгір атанған тұлға. Қазақ ханы қалмақтармен күресте Қашғар моңғолдары мен қырғыздарды қорғады. Қазақ-қалмақ шайқастарының ең ірісі 1643 жылғы атақты Орбұлақ шайқасы болатын. Сол жылы ерте көктемге қарай Батыр Қонтайшы бастаған жоңғардың 50 мың қолы Қазақ хандығының аумағына басып кіреді. Шапқыншылық туралы хабарды алған Жәңгір хан бар жоғы 600-дей сарбазымен жауды бөгеуге аттанады. Шайқасқа аттанар алдында Жәңгір хан Самарқанд билеушісі Жалаңтөс батырдан көмек сұраған болатын. Бірақ Жәңгір хан Жалаңтөс батыр келгенше әскер саны мен қару-жарақ жағынан тең емес жаумен шайқасуға бел байлады. Яғни қазақ елі мен жері үшін басын өлімге тігіп, жауды бөгеуге аттанады. Ол алдымен шайқас жүргізуге ыңғайлы орын ретінде Ордың бұлағы деп аталатын тау арасын таңдап алады да, содан 3 шақырымдай жерге сарбаздары жасырынатын ор қаздырады. Таудың етегімен келе жатқан жоңғарлар орға жайғасқан қазақ сарбаздарын байқамайды. Білтелі мылтықпен қаруланған 300 сарбаз жоңғарлар орға жеткенше таудың екінші бетіне жасырынып тұрады. Жоңғарлар орға жақындаған сәтте қазақтар жауды мылтықпен, садақпен оқ жаудырып қарсы алады. Шайқас бастала салып, жоңғар жағынан 10 мыңдай адам мерт болады. Батыр Қонтайшы қалған 40 мың қолымен қайта келіп шабуылдағанда Жалаңтөс батыр көмекке жетіп үлгереді. Нәтижесінде жоңғарлар ойсырай жеңіледі. Жәңгір хан аз ғана әскермен қалай жеңіске жетті деген сауал туындауы мүмкін. Әрине, жеңіске жетуінің басты себептері мынадай. Алдымен, ханның қасында ең сенімді ержүрек батырлары болды. Алдын ала барлығын дәл есептеді. Жер жағдайын шебер пайдаланды. Әскерін дұрыс орналастырды. Көшпелілердің соғыс тактикасында қолданыла бермейтін ор қазу әдісін пайдаланды және оны шебер қолданды. Сарбаздарын қазақ ұсталары жасаған және Бұхардан сатып алған білтелі мылтықпен түгелге жуық қаруландырды. Енді сарбаздарының саны неге аз болды дегенге келетін болсақ, Йоган Фишердің айтқаны шындыққа сәйкес келеді. Ол Жәңгір оларды қалай пайдалану керектігін білді. Артық адам ойға алған жоспардың іске асуына бөгет жасайды. Дәл осындай жеңіс Орта Азияда бұрын соңды болмаған. Бұл шайқастың тарихи маңызы ерекше еді. 50 мың әскермен жеңіліске ұшырауы Батыр Қонтайшының беделін түсірді. Осы шайқастан кейін жоңғарлар арасында өзара қырқыс басталды. Бұл жеңіс қазақ қолбасшыларының соғыс тәсілдерін шебер меңгергенін дәлелдеді. Осы шайқастан кейін қазақ жоңғар қатынасында аз уақытқа болса да тыныштық орнады. Осылайша Орбұлақ шайқасы қазақи өрлік пен ерліктің, қаһармандықтың жарқын үлгісі ретінде тарихта қалды. 2003 жылы Орбұлақ шайқасының 360 жылдығына орай тарихи оқиға болған жерге ескерткіш тас қойылды. Қасиетті Қазығұрт тауының бөктерінде Орбұлақ шайқасының басты қаһармандары Салқам Жәңгір мен Жалаңтөс баһадүрге арналған ескерткіш ашылды.